Лондондық Арсеналдың экс-футболисті Эммануэль Фримпонг әлем чемпионатында африкалық командалардың ешқайсысы плей-оффқа шықпағанына, енді африкалық құрамалардан тек Франция ғана қалды деп әзілдеген болатын. Бұл сөзі шындыққа қаншалықты жанасады? Францияның 1998 жылы әлем чемпионы аталған құрамы қазіргісінен нәсілдік және ұлттық тізімі қатты өзгеше. Барселонаның жас қорғаушысы Самуэль Умтити Камерунда туып 2 жасында отбасымен Лион қаласына көшкен болатын. Преснель Кимпембе Францияда туғанмен Конго Республикасының 20 жасқа дейінгі құрамасында өнер көрсеткен. Конгалық қаны бар Францияда тағы Стивен Занзи мен Стив Манданда бар. Рафаэль Варан Кариб теңізінде орналасқан кішігірім Мартиника елінің азаматтығына ие. Талисода Тога, Матюдиде Ангола, ал Наби Фикерде Алжир елдің азаматтығы бар. Құраманың ең қымбат және жұлдызды ойыншылардың өзі француз емес. Әлемдегі ең қымбат ойыншыларының бірі Поль Погба Гвинеялық, ал Канте Мали елінен, Дембеле болса Мавританиялық. Ақ нәсілді Гризманның өзі Экзаска португалдық ұлтынан. Осыған қарамастан 2016 жылы ұлттық құрамаға реалдық голеадор Карим Бенземаны шақырмаған үшін Дидье Дешамды кейбіреулері расист деп айыптаған болатын. Әрине, құраманың толық тізімін көрген ешбір адам бұл жалаға сенбесі анық. Сонымен, мультикультурализмнің және бұрынғы империалистік отаршылық саясаттың арқасында Батыс Еуропаның әртүрлі ұлттық құрамасына қазір ешкім таң қалмайды. Онда неліктен бұл ойыншылар тобын Франция ұлттық құрамасы деп атайды? Жарқын болашақта футболда ұлттарға бөлінушілік қала ма? Өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Егерде Қазақстандағы өзге ұлттық спортсмендар мен легионерлер туралы видео күтсеңіз, видеоға лайк басып, тұңғиық тобына тіркелуді ұмытпаңыз.